Hayırgöz hürmetli ustazlar bilan Армысыздар улаған достарына, ардақты ата-аналар және мектеп кіші түлектер. Бүгінгі сәт сапар жасылбек атты мектеп-мектебіне Sizlerle yoldan ақ болсын, сәт сапар дейміз. Өмірде ешқашан қиыншылық көрмейді. Дендерің сау болсын. Мынау балалық шақта еркелеген сәттердің бәрін артта қалдыру керек. Ел үшін серьезді өмір басылады балдар. Құдай қаласа бақытты болыңдар. Аңсаған армандарына жетті. Мынау елге пайдасы, елге пайдасы деген азаматшы болыңдар. Дендерің сау болсын. Жетістіктері көп болсын өмірде. Мынау жақсы бір үзіп қалыптастыңдар. 10 жылда, 20 жылда мектепке келдіңдер. Ұстаздар мына, кәдімгі құрметті ұстаздар, мына сіздер осы ұлаған ұстаз болып, үнемі төрде жүрдіңдер. Сіздер көрмеген шәкірттеріңіз көп болсын. Шәкірт тәрбиелеуде ешқашан адаспаңыздар. Мынау сіздерді үнемі үйде оқушылар болса, екінші мектептегі оқушыларымыз үшін болады. Ұстаз деген бір жаққа мектеп, елдің балалары жарымға шығар азаматтар. Тек қана үйде болған емес, бізде мектептегі балаларымызды ойланамыз. Вали. Сонда Вали. Вали. Жетістіктеріміз көп болсын. Ұстаздар қашанда көбіріп жүрміз, қашанда көтеріп жүрміз. Егер шәкірттеріміз биік белестері барды бізде ұстаздар тұрмақтан. Ұстаз деген бұл диқаншылық емес, ұстаз деген шаруашылық емес, ұстаз деген бұл бизнес емес. Біздің жетістігіміз тек қана осы балалар. Осы балалардың жетістігі жетіп жатса, биік белестері барды жатса, ол сол жақты мақтанамыздар. Сіздер ешқашан шаршамаңыздар. Бүгінмен тоқтап қалады. Ертеңмен не қалады, азаматтарымыз сіздер 10 жыл, 20 жыл, 40 жылдар елдің баласын еңбек ететін азаматтарсыздар. Сіздер ұстаздың несінде мұң болмасын шашан. Мемлекет тарапынан көптеген бөлімдері ұстаздар деген құрмет болып жатыр. Құрметтері бұдан да биік бола берсін. Рахмет бақтарыңызға. Мектебіміздің 38-ші түлектері бүгін мінекей оқу қолдау салтанатты жиын болып, мына жаңа өмірге қадам басқан жатсыздар. Сіздерді бүгінгі мерекелеріңізбен құттықтаймын. Осы бітіруші сыныптарға арнап жарыс өткенде Абай атамыздың сөзі бар. Сен менің жүргізгенде ол бір мұзақта барғалады. Айтпақшы, барлықтарыңызға өмірде болғандарыңызды даму тілеймін. Сәт тілеймін. Осы үлкен өмірде барлықтарың жоғары білім алып, бір мамандың иесі болып, сол мамандықтарын бойынша еліміз Қазақстанның өсіп өркендеуіне үлесін қосатын азаматтар мен азаматшалар болып жеткізулеріне тілектеспін. Қазір барлықтарыңызға белгілі, мынау дүние жүзінде көптеген өзгерістер болып жатыр. Елімізде не байқап жатсыздар?
дейін мәдениет жағынан, әлеуметтік жағынан, тағы да басқа барлық жақтарынан алған мемлекет болу керек. Ондай мемлекет болу үшін біздерге білімді азаматтар керек. Сол азаматтар сондай Қазақстанды, жаңа Қазақстанды құратын сіздерсіздер. Сондықтан сіздерге ақжол тілеймін, сәттілік тілеймін. Біз мақтанып, марқайып айтып жүретіндей азаматтар Қазақстанды жеткізеді. Бүгін Алмаша қоңырау мен Соға қоңырауының арасы жалаған 11 жылдың мәреге жеткен күні. Бүгін мектебім ұстазым деп көңіл қимастық кешкен күн. Бүгін Ақтайға жол деп ақ бата ескерген күн. Бүгін әжем ерке ұлын
дәл бүгіннен бастамалы ертеңі алып шыққан ашық теңіз теңізге арбан атты ақ кемені желген ойға жиған салт-дәстүрдің мұраны ел мүддесі достастар ұраны мәртебесін көтеретін биікке жас жүректер тәуелсіз тұран Жастықшағын сағындырар көтеріп, текші болтырады ылғи анандай, алыстағы алтын ұян етер. Жас түлектер бақты бұдырмананын, сәулелі күн жүрекке от жағатын, кім онда қоңыраудың сыңғырын жүрегіне мән ұялып қалатын, кезекті номер пейін, күраша, 10-шы әсінің ойыншылары. Muhalefet ustasının bağlarını, bolacak kalınlarının daralarını, mümkün senin olan yolunu, belki izleyeceğimiz bağlarını, mümkün gözlerine kalaybalar, boyuna, kuyun adı boyunu sana, sanki sanıldı milletinden akılsız dervişe boğdurana. Atakım alakalday boğdu, tutsağın da, tümen gözü çok gezir, aldığında her kaşanda taksın edip, Turan'ın usta zevkbası diyor. Nurjan Apay, Kadir Apay, Muhammad Apay, Nurşid Apay, Kasım Khan Apay, Yunus Apay, Nurjan Apay, Gauhar Apay, Samir Apay, Nurjan Apay, Sarya Apay, Muzagar Apay, Jilbegi Apay, Yesbo Apay, Hasan Apay, Bodas, Haram. Ұстаздар, әріптестер, оқушыларымыз, біздің түлектер. Мынау бүгінгі мерекелер құтты болсын. Мына Алтыбай даңғыр жолда сіздерге бітірушілер жол тілеймін. Ұлттық бірыңғайлықтан жоғары балл алып, ойлаған, армандаған оқу орны түсулеріне тілектеспін. Алла қаласа, мынау жоғары оқу орнына түсу жақсы мамандықты елінші жылға тілектеспін. Рахмет бүгінгі мынау дастархандарыңызға, ұйымдастырушы ағайларға, сынып жетекшілерге барыңызға рахмет. Жолдарың ақ болсын, бітірушілер. Құрметті түлектер, бүгінгі мерекеге сендердің мерекелері. Мынау біріншіден осындай іс-шараны ұйымдастырып отырған Нұрсұлтан ағай, Айсұлу апай, Дина апай сіздерге рахмет. Осы іс-шараға қатысқан ата-аналарға рахмет. Ата-аналар сіздерге рахмет.
Енді мынау құрметті түлектер, мынандай бір заңдылық бар өмірде. Аттестат алу ол проблема емес. Диплом алу ол да проблема емес. Ол алынады. Ерте алынады, кеш алынады, бірақ алынады. Оның басты маңыздысы ертең сол диплом бойынша жұмыс істеу. Сен қалай жұмыс жасайсың ертең сол мамандық бойынша. Сол маңызды. Жаңа алда ағайлар айтып кетіп қой, елімізге қызмет ететін азамат пен азаматшалар бола беріңдер. Мәселе ертең ол жұмысты жасап, оның айлығын алуда болу керек емес. Мәселе ол жұмысты жасап, оны дамыту, қоршаған ортадағы адамдарға, қоғамға өзінің пайданы тигізу. Мінекей осы мәселе сендердің өмірлік бір миссиялар болып қалу керек. Мейлі сен врач бол, мейлі мұнайшы бол, мейлі мұғалім бол, сенің басты қағидаң жұмысты маңызды атқару керек. Ал қалған айлығы, оның байлығы өзімен өзі келе беретін болады. Маған сеніңдер. Ал енді құрметті ұстаздар, мынау 11-ші сыныпта тәрбиелегенге 11 жыл болу енді. Мен ойлаймын, әрбір ұстаз соңғы қоңырауда жүрегі ауырмай қоймайды. Неге? Өйткені әрбір ұстаз өзінің оқушыларына бауыр басады. А бауыр басқан жүрек сыздамай қоймайды. Яғни оның сыздауындағы мақсат сендерді қимау. Бірақ өмірдің заңдылығы бітіріп кетесіңдер. Дәл сондай жағдай бүгін менде орын алды мысалға. Өзімнің сабақ берген оқушыларымды қимастықпен қарап тұрдым. Неткен керемет көрініс, неткен өсіп қалған, ой жеткен тамаша. Ұстаздарға рахмет, сондай оқушылар тәрбиелеген. Аман болыңыздар. Жалпы уақыт болсын. Құрметті оқушылар, бүгінгі мерекелердің соңғы қоңырау мерекелері алдағы барлық мақсаттарға жетіп, Құдай қаласа ұлттық бірыңғай тестілеуде жоғары деген балл жинап өздері мақсат еткен мынау ата-аналардың қуанты, ата-аналардың үмітін ақтап, барлығы алдында болашақ сендердікі, Құдай қаласа. Мына биылғы 38-ші түлекте тек қана сәттілік, үмітті ақтай біліңдер. Барлықтарын, Құдай қаласа, жақсы бір маман иесі атанып, сол салада аянбай, адал, шын ниетпенен еңбек етіп, сол еңбектің арқасында биіктердің көрінеулеріне біз мұғалімдер әрдайым тілектеспіз. Және біз соған қуанамыз, мақтанамыз. Әрдайым осындай күлкі етпей, көңілді болып, жүре беріңдер. Сол тілеріміз. Рахмет. Бүгін барша елде, барша қуаныштың үшін қанат қағып шығарып жатсыңдар. Өмір деген ұзыннан ұзақ жолға түспейді. Осы жолда өздерінің таңдаған армандарына жете берулерін тілеймін. Әр уақытта осы ұзын жолда шаршамай, арман үшін күресіңдер. Мына ұйымдастырып отырған ата-аналарға, ұстаздарға көп рахмет. Ұстаздар осындай шәкірттеріңізден әр уақытта мақтанып марқайып жүрулеріңіз. Осындай шәкірттерді бұдан да ары қарай тәрбиелей берулеріңізге тілектеспін. Мереке құтты болсын. Ал құрметті оқушылар, мерекесі құтты болсын. Бүгінгі ерекше күн сендер үшін. Құдай қаласа, алдағы мақсаттарын жетелеумен, алдағы мақсаттарға оқушылардан жоғары балл жинай беріңдер. Өмірлерінде өз оқушыларынан тауып, мақсаттарын жете беріңдер.
kalmasın, büyük belirtilerden öğrenildi. En reisinin biri Kazakistan Federasyonu hizmetçileri bu kastat oturup iyi olmasam da bir sürü iyi olmalar. Ses yapar. Okulda sәттілік, жолдарың әрдайым ашық болсын. Сіздерге білім берген ұстаздарымызға мың алғыс. Осы ұйымдастырушы ата-аналар, ұстаздар, оқушыларға мың алғыс. Жолдарыңыз әрдайым ашық болсын. Okulda жоғары биіктерде көріне беріңіздер. Біз сіздермен мақтанамыз. Барлықтарыңызға ақыл, сәттілік тілеймін. Жолдарын ашық болсын. Тек Алла. Кезекті 10-ші ойын Жүрексердің Жандос пен Әлбек қабыл аламыз. Armısızlar, kıymetli ustazlar ve müdürücü direktör. Bizim kişilik oyuncuları Allah'tanlar. Bize müdürücü direktörde yekinde sürekli olasıysa bir hoz insanlardan bir bala veririz. Good what nervous and the corporate. Sapası жақсы болу керек үстеңімізде. Soğuk geldi. Burası sorgusu göre ne arasında? Bize ikinci bir, iki, üç araştırma sürüp çıkıyor.
Sonra aylanmaya başlasanız. Endi o'zlari suyukli ayollarga so'zib ketsin. Ana ayollarga. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Tornado. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Geldi. Endi ben geldim. Ayhan ayollar ismaydi. Basın sözlerinde ne? Suyukli Barasızlar ömürde bilmekleri. Her жылы осы күнді қимастық күні, соғады ұстаздардың жүректері. Көңіл толқын саналы осы күні, тілектерін есте сақтан дайын болу. Болашаққа қанатқаққа тілегіміз, орындалсын Әлихан. Бәрімізге дайын көрген қайғайып, ұбыдыдан жетістікке жетейік. Жанымызға сенімділік серік болсын, бірлігіміз әрқашанда берік болсын. Басымызға баба түссін, келіп болсын, асылбазарымыз айтын. Кезекті номер 5 Теляги, 10-шы Асылы қызары, бұл қол шапалақтарыңыз. Типа ауызша.
Mектеп деген ғылымның ең үлкені. Мектеп деген тәрбиеші ағамға, мектеп деген дінаманың мекені. Мектеп менің жарқын көңілім. Мектеп жаттар толы өмірім. Мектеп әлі болып төгілем. Мектеп анамықта көрдім. Әлесінде әліппен ашқан, есімімді мәңгі есте сақтадым. Жүрегімде нұр құйған жылылық, көргеніңе сие шашқан сұлулық. Мектеп бітірушілердің алғашқы ұстаздары, және қазіргі ұстаздары Ұлбосын апай, Баян апай, Жанар апай, Ырысты апай, Босынай апай, Әсия апай. Бұл қол шапалақпен оларға шақырамыз. Құрметті ұстаздар, және оныншы сыныптар, және бітіруші түлектер, мінекей таңертеңнен бері сендердің мектеппен қоштасу кешіктерін жалғастырады тойлары. Сендерге сәттілік тілеймін, сәт сапар тілеймін. Және мынау әрбір адамның арманы болады, сол арманға жете біліңдер, жету үшін еңбектене біліңдер, талмаңдар, шаршамаңдар. Жаңа апайлар айтқан түлектер періштенің құлағына шалына берсін, ата-ананың үмітін ақтаңдар. Сендерге тек ақ жол тілеймін, жолдардың бар уақытта ақ болсын. Қайырлы күн. Бүгінгі дастархан жайы құрмет көрсетіп жатқан оныншы сыныптарға, ата-аналарға көптеген алғыс айтамыз. Мынау біздің бүгінгі түлектер біріншіден дендерің сау болсын. Екіншіден мынау біздің қазіргі басты мақсатымыз оқудан жоғары нәтижелі балл алу. Алла қолдасын, Құдай қаласа барлығын жоғарғы деңгейде балл алып, грант болыңдар. Өмірде аңсаған армандарына жетіңдер. Мынау жаңа қанша жақсы тілектер айтылып жатыр ғой, періштенің құлағына шалынсын. Таңнан бері жақсы тілектер сендер үшін арналып жатыр. Періштенің құлағына шалынсын, Құдай қаласа өмірден өз орындарында адаспай таба біліңдер. Біз мектеп, болашақ мектебі ұжымы тек қана тілеулеріңді тілейміз. Қайда жүрсеңдер де жолдарың оң болсын, ақ жол тілейміз. Құдай қаласа кеше ғана мектепке келген осындардан мектепті бітіріп жатсыңдар. Көзді ашып жұмғанша өтіп кетіп жатыр. Енді келешекте жоғары оқу орнына түсіп, оны бітіріп, жақсы маман иесі болып, мектепке келіп тұрыңдар. Құдай қаласа әрқайсымыз спонсор болаттай дәрежеге көтеріңдер. Біз тек қана соған тілеулеспіз. Сапарларың сәтті болсын. Мынау ұстаздарға да бармасыннан бүгін ата-аналармен толықтырып жатырмыз, көңілімізде босап жатыр. Барлығы осы біздің шәкірттердің осындай гүлдей жайнап құлпырып жүргендері, мынау нағыз ер жігіттің сөздерін айтып жатыр азаматтар, жігіттеріміз. Барлығы осы ұстаздардың, аналар, ата-ананың арқасы. Алғысымыз шексіз ұстаздарға да, ата-аналарға да. Тек қана біздің мектебімізді, болашақ мектебін тек жақсы жағынан көрсететін, мына еліміздің, Қазақстанымыздың өркендеуіне үлес қосатын азаматтар мен азаматшалар болып жетіле беріңдер. Тек жақсы күндерде осындай жақсы іс-шараларда бас қоса берейік. Мына ұйымдастырушыларға да алғысымыз шексіз. Көптен көп рахмет. Дина апай, Айсұлу апай, Нұрсұлтан ағайларға. Құрметті біздің алтын ұядан ұшқалы отырған қарындастарымыз, тек қана сендерге тілейтінім, сендерге
ақжол, сәт сапар, мынау таңертеңнен бері айтып жатқан тілектердің барлығы жүректеріне жетіп, тілектер орындалып, аңсап Алтынға бейнетті бұқалары түрілді. Жұлдыздары сүреті серпілген қозды. Бірін кәдім ал бірін қолын сарылама. Мың дауыспен сайраған ол өмірдің бұлбұлы. Дей отырып, келесі кезекте әңгіме береміз. Орындайтын заттар әзір. Ән туғанды қалағам. Sindер тірліктің жерін деген құрамы, ұстаздардың арманын өздеріне бұлады, қоймаласын тойларын туғанына биікке, жақсы туған жігітке жат жұрт келіп тұрады. Оралымдар отыздың ортасына долғанда, шықыр-шырық етені жетсене шын арманға, ел жұрттың бар тілектес шығуға өмір кеңеске, ал сонда
жата жүрген балдар ойнады. Осы балдар ойнада берейік па деген есте қарсы болмасын ба? Дейді айға қыз балалар керек. Осы Onlardan harikası бізді ойынша айтқандай екі жұп бір сарымызда екі орта билейді көбісі кім қатты келген жанкерлердің олайда екі жұп екеуі билейден жарысасыңдар қатты билейді сол кім қатты сол приз алып берді. Бір пара кім аласың ба? Бір Бағдат бар ғой, Бағдат. Алимаға біреу Алимаға пара жоқ. Бағдатпен Айда ма? Кім? Бағдатпен Айда. Шын айтайын.
Диалогтың жанкүйерлері. Әскердің жанкүйерлері. Sizler salan bölümlerin köpürüne talay büyük şıvanışlık galibiyeti oturup, kesinlikle bile verimiz kıraş toplumun şahs kılımızları.